Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді қамыр үлпілдек болып шығатын пирожки дайындайтын боламыз. Бұл рецепті менің анам 20 жылдан астам уақыт қолданады, дайындалуында еш қиындық жоқ. Сіздермен сол рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнға тұз, қант, ашытқыны қосып араластырамыз. Кейін сұйық май қосып, жып-жылы суды біртіндеп құйып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дәл осындай өте жұмсақ болуы керек. Енді оның бетін жауып, жып-жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамыр осылай көтерілген соң қолымызбен бір басып қоямыз және тағы шамамен 20-30 минутқа бетін жауып үй температурасына қалдырамыз. Сол кезде біздің қамыр өте жақсы үлпілдек болып шығады. Қамыр екінші рет көтерілді, енді салмасын дайындаймыз. Мен бүгін картоп қосылған пирожки дайындаймын. Суға піскен картопты езіп, оған ұсақтап туралып, қуырылған пияз қосамыз және барлығын араластырамыз. Келесі кезекте үстел үстіне ұн сеуіп, қамырды қалаған өлшемдерімізге бөлеміз. Біз әрдайым үлкен пирожки дайындағандықтан, менде бұл қамырдан 14 дана шықты. Ал сіздер кішірек көлемді жасасаңыздар болады. Енді қамырымызды алып, қолымызбен сәл басыңқырап, салмамызды салып, пирожкилерімізді мүсіндейміз. Мүсінделген пирожкилерімізді бірден қуырмаймыз. Ол тағы сәл жатып, 5-10 минут шамасында көтерілген күту қажет. Бірден салсақ, піскен қамыр тығыз болып кетуі мүмкін. Ендігі кезекте қызып тұрған көп мөлшердегі майға пирожкилерімізді екі жағынан қуырамыз. Астындағы от тым баяу да, тым қатты да болмау керек. Мен 9-дің 7 шкаласынан пісіремін. Және де артық майынан арылу үшін осындай қағаз сүлгінің үстіне қоямыз. Неге көп мөлшердегі майға қуыру керек десеңіздер, себебі пирожки үстіңгі жағында ғана болып, майды сіңіре алмайды. Ал керісінше май мөлшері аз болып, пирожки ыдыстың астына тиіп тұрса, дәл сол уақытта ол өзіне өте көп майды сіңіріп алады. Біздің топ-томпақ, тәп-тәтті пирожкилеріміз дайын. Айтқанымдай жасалу жолы өте жеңіл. Тек дәлмен айтқандай, қамыр дайындаудағы 1-2 шартты сақтасаңыздар, сіздерде де осындай өте дәмді әрі әдемі пирожкилер шығады. Олар шынымен де мүлдем майлы емес, сіздерге дайындауға кеңес беремін. Алда сіздерді өте көп ерекше рецепттер күтеді. Оларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.